Құрметті тыңдармандарым, бүгінгі әңгімемнің тақырыбы қайнағасымен көңілдес болып ажал құшқан келіншек. Менің де бұл санаторийге келгеніме бір айдай уақыт болды. Дәрігерлер сырқат жүрегіңізге ауасы шипа болар деген соң келіп едім. Шүкір әзірге жүрек тұсын баяғыдай шымшып мазаламайды. Бұл жақтың ауа райы да қоңыр салқын. Біздің жаққа қарағанда қатты ыстық емес. Түскі тамаққа барғанымда шеткі столдардың бірінде отырған жігітке көзім түсіп кетті. Өте арық, өңінде бір әбіржүүліктің ізі байқалды. Қасына келіп, жігітім, қасыңдағы орын бос болса жайғассам, қарсы болмассың деп бос орынды меңзеп едім. Ол, келіңіз әрине деді жымия. Санаторийдің тамағы үйдікіндей болмағанымен диеталық тамақ қой, қуырылған майлы тағамдар жоқ. Көбінесе көкөніс, жеміс-жидек. Жігітім, таныса отыралық. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын білдемей ме деп әңгімеге шақырдым. Ағай, дұрыс айтасыз. Мен сонау Қызылордадан келген Айтуған деген қазақ боламын. Руым әлім деп ол маған бағдарлай қарады. Інім екенсің ғой. Мен Өміржан деген ағаңмын. Жезқазғаннанмын. Руым Арғын деп екеуміз әп-сәтте танысып алдық. Енді күнде кездесіп, ескі таныстардай шұрқасып амандасатын болдық. Уақытты да бірге өткізіп жаттық. Айтуған да мені бұрыннан танитындай болып кетті. Тамаққа кешігіп келсек, бір-бірімізді іздеп отыратын болдық. Бір күні Айтуған таңертеңгі, түскі, тіпті кешкі тамаққа да келмеді. Мен жатқан санаторийдің корпусынан 20 метрдей жерде олардың корпусы орналасқан еді. Енді мен Айтуғанды іздеп барайын. Не болды екен деп ол жатқан бөлмеге кірдім. Кіріп Айтуғанның теріс қарап, екі иығы қушиып бір уыс боп жатқанын көрген соң, әй батыр, қалай? Бүгіндікте сені көрмедім ғой. Бәрі орнында ма дедім де, бос тұрған орындыққа жайғастым. Аға, сізсіз бе деп Айтуған бетін маған бұрып, төсегінен көтеріліп қолын берді. Өңі әбіржүүлі, қолдары дір-дір еткен жігіттің жылағаны қызарған көзінен білініп тұр. Қушиған екі жағы тіпті қансыз сөлсіз көрінді маған. Өң қашып тұр ғой бауырым, деген мен оны құшақтап едім, өксіп жылап қоя бергені. Қатты әбіржіп қалған мен, оны бауырыма басып тұрып, бәрі аман ба әйтеуір деп оның көз жасын бет орамалымен сүрте бердім. Ағай, менің өмірімді итке де бермесінші. Менің сыртым бүтін, ішім түтін ғой деп күрсіне берді. Уақытыңыз болса тыңдаңыз, асығыс болмасаңыз. Осының бәрі жүрегімді 20 жылдай ауыртып келеді деп, бетіме қарап жәутеңдеп тұрған Айтуғанға кішкене ауа жұтып келейік. Күні бойы тамақта ішпедің ғой деп, санаторийдің ауласына алып шықтым. Алдымен аз-маз тамақтанып ал, содан соң шамалы серуен жасайық деп асханаға келдік. Асханадағы аспазшы келіншектер алдымызға барын қойып бәйек болды. Айтуған екеуміз қалың қарағайлы орман ішіндегі демалыс орнына келіп отырдық. Кешкі самал жаймен соғып тынысымызды ашқандай болғаны. Әңгімені ол өзі бастады. Өміржан аға, осы сырды сізге айтпасам болмас. Аға, адам өмірге келмей тұрып оның тағдыры жазылып қояды деп жүр ғой. Біреу шалқып бақытты ғұмыр кешсе, ал біреу өмір бойы еңбек етіп, не ішер асқа, не киер киімге зар боп өтеді екен-ау деп терең күрсініп қойды. Әкемді көрмедім. Мен 2 жасқа толғанда аралдан қыста балық аулауға шығып, мұздың астына кетіп өмірден өтіпті. Анамның қолынан бәрі келетін. Іс тігу, көрпе құра өнері, тағамның түр-түрін жасап, бір тыным таппай жүруші еді. Ауылдағы әйелдер көйлек-көншек тіккізіп, құрақ құратып, қолын бір босатпайтын. Ақ көңіл анам ешкімге жоқ деп, меселін қайтармайтын еді. Мектепті өте жақсы оқыдым. Тек орыс тілі мен химия пәнінен 4 баға аяқтадым. Арманым Алатауда еді ол кезде. Өзім де мектептегі көрікті спортсмен жігіттің бірімін. Мақтау марапаттан кенде болмадым. Әсіресе дене тәрбиесі сабағында әртүрлі спорттық жаттығуларды шебер орындаған маған сыныптың қыздары көз астыларымен сүйсіне қарап қалатын. Шіркін, алаңсыз бейғам шақтар еді-ау деп Айтуған терең күрсінді.
Сыныптағы Мейрамгүл де мені көптен ұнатып жүргенін байқаймын. Ол да маған қатты ұнайтын. Әкесі білдей мектептің директоры, өнегелі, сыпайы қызға жігіттердің бәрі сырттай ғашық. Тек оның қасына жақындауға менен батпайтын. Мен болсам Мейрамгүлге ғашықтық хаттарын қарша бұрататынмын. Көзіміз көзіміз түйісе қалса, ол әдемі жымиып төмен қарап кететін. Бұйыртса оқуға бірге кетпекшіміз. Міне, мектеп бітіру кеше де келіп жетті. Ұлдар мен қыздар бүгін тіпті әдемі-ақ. Ауа райы да керемет. Табиғат та бізге сәт сапар тілеп тұрғандай көрінген. Салтанатты жиын аяқталып, қолымызға аттестатты алып, енді кешті тосып жүрміз бәріміз. Бір кезде көршіміз Сәдудің ұлы Рысбек жүгіріп келіп, Айтуған, апаң қатты ауырып қалды. Оны аудандық ауруханаға алып кетті дегенде, үстімнен біреу суық су құйып жүргендей болғанмен, мең-зең болып мәңгіп қалғам. Үйіме қалай жүгіріп келгенімді де білмеймін. Аулада көршілеріміз тұр екен, состиып. Айтуған, анаңның қан қысымы қатты көтеріліп ауруханаға кетті жаңа ғана. Тәуір боп кетер, дәрігерлер дер кезінде келіп, екпелерін салды әйтеуір, деп көрші күлкен апай мені бауырына қысып тұрып. Бүгінгі мектеп бітіру мерекең құтты болсын ұлым. Бәрі жақсы болады деп мені жұбатып қояды. Мен сол күні ауданға жолға шықтым. Кетіп бара жатқан машиналардың бірі тоқтап ала кеткені. Мені анамның палатасына кіргізбеді. Оған дәрі-дәрмек беріп екпесін салдық. Кіруге болмайды деп қатаң сөйлеген болатын дәрігерлер. Басым салбырап ауылға қайтуға тура келді. Себебі қолда аз-маз малымыз бар. Сиырлардың желіні сыздап мөңіреп тұрған шығар деп ауылға жаяу тарттым. Дегенмен спортпен айналысқан жігіт емеспін бе? 3 сағат жаяу жүріп ауылға түн ішінде келіп жеттім. Келсем көршіміз Сапура апай сиырды сауып, малды қамап жайғап қойыпты. Кешкі ас ішуге де шақырды үйіне. Өмірде осындай туысың болмаса да, туыстан артық жандар бар еді ол кезде. Айтуғанның марқұм әкесінің інісінің 2 ұлы осы ауылда тұрады. Бірақ бұлардың үйіне сирек келеді. Тек бір жұмыстары шығып қалса, Айтош, сенің көмегің керек боп тұр. Шөпке отынға барып келейікші деп мәймие қалатын. Әрине Айтуған туысына қалай жоқ десін. Қолынан келген көмегін аянып қалмаған. Сәтжан мен Сәлім екеуі де ақша құмар, пайдасын ойлап қалған жандар. Сәтжан күріш егіп, Сәлім болса балық аулайтын жеке кооперативтің төрағасы. Тұрмыстары да оңды адамдар еді. Бірақ қусан қумалақ түспейтін, шық бермес Шығайбайдың өзі дерсің. 2 ағайынды жігіт бір-бірімен бәсеке өмір кешіп жатты. Тіпті әйелдері мен балалары да бір-бірін жақтырмай қарайтын. Бір адамнан туған балалар емес, күндес қатындардай болып кеткен. Айтуған биыл оқуға бара алмасын сезді. Ауру анасын кімге тастап кетеді? Осындайда аға бауыр, қарындасың болмағаны білініп қалады екен. Мейрамгүлмен қимай қоштасқан Айтуғанның көңілі жетімсіреп, мынау әлемде өзін жалғыз қалғандай сезінді. Ол кезде сет тартылмаған, байланыс өте нашар. Тіпті ауылдық жерде мүлде жоқ кезі болды емес пе? Тек сүйген қызы Мейрамгүлге хат жолдаумен жүрген жігіт, келесі жылы қайтсем де оқуға түсем деген тәтті арманмен жүретін. Анасы ауруханада 1 айдай жатып үйге келді. Ерекше күтім керек деген емдеуші дәрігер Айтуғанға. Бұны естіген туыс ағасы Сәтжан жаны ашығандай болып үйіне 1 қап ұн азық-түлік әкеп берген. Әшейінде өлдім десең аузыңа су тамызбайтын Сәтжанды неғып Құдай иіп қалды десең, оның да өз саясаты бар екенін аңқау жас жігіт білді ме? Туысқандық көмегі ғой деп қуанып қалған болатын. Бір күні Сәтжан келіп Айтуғанның анасы Сәлимаға: "Ұлды үйлендірейік, көзіңнің тірісінде келінді бол, немере сүй, бір жағынан үй шаруасына қолғабысы тиеді. Айтуғаның кейінде оқып алар, әлі жас қой" деп басын айналдырып кеткен еді. Тіпті болашақ келінді де тауып қойыпты. Қаладағы Балғабектің қызы көрінеді, кезінде осы ауылдан көшкен. Басында Айтуған: "Танып білмейтін қызды не деп аламын, оқуға барам дегенім сонда арман боп қалады ма" деп
Сәтжан ағасына қарсы келген. Ал Сәтжан болса туысқан болған соң бұларға алаңдап жүргенін, анасына қолғабыс болатын бір шүйке бастың керек екенін айтып, жігіттің миын жеумен болғантын. Сонымен ақыры айтуған еріксіз көніп рай берген. Әшейінде бұларды менсінбейтін Сәтжан ағасы келін сүру қамына екі білегін сыбана кірісіп кетіп, тіпті тойдың керек жарағын құда күтуді де өз бойына алып, табаны жерге тимей кеткен еді. Ауылдағы жұрт болса, қайтсын, туыстың аты туыс қой шіркін, Сәтжан нағыз ер азамат екен деп мақтауын асырып жіберген. Шуылдап өткен тойдан соң ерлі зайыптылар оңаша қалған. Сыпсыңдаған жеңгелер де әлде бірдеңені күткендей жыбырлап, күбірлеп көп жүрген. Өмірінде қызбен сүйісіп көрмеген жас жігіт келіншегіне қалай жолауды да білмей, аздап ішкен арақтың салқынынан ба ұйықтап кеткен еді. Көзін ашса таң атыпты. Келіншегі Анар бұны құшақтап сүйіп қояды, риза кейіпте. Өзі тіпті көңілді. Өмірі жалаңаш әйелдің денесін көрмеген айтуған ерекше бір сезімді бастан кешіріп жатыр, балқып. Бір кезде келіншегі оның құлағына: «Менің саған пәк болып келгенді білесің бе жаным?» деп қылымсыған. Әккі Анар түнде күйеуі ұйықтап қалғанда саусағын ұстарамен кесіп, қанын астындағы жаймаларына жағып үлгеріпті. Оған өзі масаттанып, «Мен саған пәк боп келдім» дегендей көрсетіп қояды. Жас жігітті алдап құрығына түсірген Анары талайды көрген жүргіш еді. Сәтжанмен жақсы боп жүргендеріне де бір жыл болған. Жақында өзінің аяғы ауыр болып қалғанын білген соң Сәтжанға: «Мені аласың, алмасың зорлады» деп соттатып, абыройыңды айрандай төгем деген болатын. Сәтжан елден ұялып, көкбет қатына сандуғаштан қорыққаннан бұны айтуғанға беруді ойлап жүреді. Бұл да бір сәті түскен іс болды деп алаңсыз ұйықтап жүрді. Енді бұл сайқал Анардан аулақ жүруге іштей өз-өзіне ант берген. Оған көнетін Анар ма? «Мен саған бауырың айтуған сияқты лоқ бола қоймаспын» деп өзінің шарттарын батыл қойған. «Ішімдегі бала сенен екенін білесің, маған ақшалай, заттай көмегіңді аямайсың. Ішіп жемнің бәрі сенің мойныңда болады. Қолыма ақша салып отырасың. Анау менің байсымағыма да жалақсы жақсы жұмыс тауып бересің. Келіннің бір саны күйеуінікі, бір саны қайнағасыныкі деген бар. Менімен қатынасыңды үзбейсің» деп ашық айтқан. Бұған қарсы келер дәрмен бар ма? Жазған құлда жазық жоқ дегендей Сәтжан Анар көңілдесінің барлық талабына келісуге мәжбүр болған. Ауылдағылар айтуғаның әйелін мақтап отыратын болды. Өзі бір тәрбиелі келін екен. Ана Сәлима кемпірге Құдай бере салды ғой. Шаңырақтарының шырайы да кіріп қапты деп әйелдер отырған жерде Анарды үлгі қылушы еді. Шынымен сырттай қараған адамға Анар өте пысық, шаруақор болып көрінетін. Сызылып сәлем берген осы келіншектің ішінде сайтан отырғанын кім білген. Сәлима кемпір енді малға қараймын, сиыр сауып тамақ даярлаймын деп әлек болмайды. Ұсақ малдары мен сиырын Сәтжан қайнысы өз малына қосып бағып жатыр. Сүт айранды беріп жереді. Бұл келін құт болды ғой деп Аллаға шүкіршілік етуден жалықпаған. Ай күні толып Анар ұл тапқан. Баланың есімін әжесі Дәулет деп ырымдап қойған. Шағырағыма Дәулет әкесін дегені болар. Дүркіретіп тойлады ауыл аймаққа. Дәулет те күннен күнге өсіп келеді. Әже деп былдырлағанда Сәлима кемпір еріп кете жаздайды қуаныштан. Жалғызы айтуғанның артынан ерген ұрпағына тілейтіні тек амандық. Өсе келе Дәулет тура Сәтжан қайнысына ұқсап келе ме? Бұл туыстық деген керемет қой. Аумай барады күннен күнге. Оған мән беретін несі бар? Соңғы күндері келіні Анар қалашыл болып алды. Сыланып, сыйпанып, барлық жақсысын киіп кететін болды. Барсын, қашан үйде отырсын, жас қой деп, оны өзі ақтап әлек болады Сәлима кемпір. Әке шешесін сағынған болар дейді бір ойы. Сәлима кешкі тамақты жасау қамына кіріскен. Көп ұзамай ұлы да жұмыстан келеді. Бұрынғыдай бұрқыратып от жақпайды қазір. Келіні газ пеште сатып алған. Енесіне қалай жағып сөндіруді үйретіп қойды. Кешкі тамақ ыстық кеспе көжені ұлы сүйсіне ішкен.
Қазір Сәтжанның қарамағында жұмыста. Жаны қиналмайды, айлығы да жақсы көрінеді. Тамақтарын ішкен соң Айтуған да ұйқыға кеткен еді. Ал бұл кезде қалада жүрген Анар мен Сәтжан қымбат қонақ үйге барып, көптен көріспеген ғашықтардай қауышып жатқан. Сәтжан бөтен көзге түсуден қорқады. Ертең біреу біліп қалса біткені. Көкбет әйелі Сандуғаш төбесіне шай қайнатар. Сондықтан Сәтжан сақ бол деп қояды өз-өзіне. Анар әрине жас. Әйелі Сандуғаш 4-5 бала тапқан соң, күйеуіне суыны барлық махаббатты балаларына алып кеткендей көрінген. Кейде осыны қояйын деп ойлайды. Ойламайды емес. Оған мына Анар болама, елге өзі масқара қылар. Бұны құрығына мықтап іліп алған сайқал келіншек бұны еш жақтырмайды-ау. Төсек қатынасында оқып туған ба дейсің, еш жақтырмайды. Қонақ үйдегі нөмерге Сәтжан мен Анар ішіп жемдерін, арақ шараптарын молынан әкелген. Екі ғашық алаңсыз еді. Арақтың буы бойларын алып, еріксіз көздері жұмыла береді. Темекіні будақтата тартқан Сәтжан удай мас боп қалды. Анар да масаң күйде ұйқыға кеткен еді. Ертең ерте тұрып, ел көзіне көрінбестен кету керек. Таңға жақын қонақ үйде жатқандарды ащы түтіннің иісі оятты. Көк түтін бүкіл дәлізге, тіпті төменгі қабатқа да тарап үлгеріпті. Күйген әлде бір нәрсенің ащы, келмей иісі қолқаны атқандай. Қонақ үйдің фойесінде ұйықтап қалған күзетші әйел осы ащы иістен оянған болатын. Бәрі өз орындайды ғой, не болғанын түсінбей өрт бригадасына қоңырау соққан. Шошып кеткен адамдар төменге жиналып қалған. Барлық бөлмелер тексеріліп, түтіннің қайдан шыққанын анықтауға жан таласа кіріскен. 218 бөлменің есігін қанша қаққандарымен еш белгі болмай, кілтші әйел кілтпен ашқанда көк түтіннен көздері ашып, әрең шыдаған болатын. Сонда олар төсекте жатқан әйел мен еркекті көріп, алай-бұлай қозғағанымен еш тіршілік белгісін бермеген еді. Өрт сөндірушілерде келіп жетіп, екі мәйітті жедел жәрдемге тиеп жіберген соң, өрттің неден болғанын зерттеп қараған. Олардың аңғарғаны барлық тоқ көздері зақымданбаған, яғни өрттің себебі сөнбей қалған темекі шоғынан деп кесіп айтқан. Ер адамның шеккен темекісі жастыққа түсіп, бықсып жатқан қатты иістен қасындағы әйел де иіс тиіп өлген деп болжаған. Денелері шала күйген екеуінің шектен тыс ішілген ішімдіктің кесірінен тұруға да шамалары келмеген сияқты. Бұл хабар лезде ауылға тарап, елдің бәрі сан-саққа жүгіртіп, дуылдап кеткен еді. Осының бәрі әрине Айтуған мен оның анасына оңай тимеді. Бәрінен бұрын дәулетке обал болдау деген. Адам 3 күнде көрге де үйренеді демей ме? Айтуған енді өзін-өзі қолға алып бір шешім қабылдап еді. Ауылдан көшу, елдің мүсіркеген сөздерінен аулаққа кету еді арманы. Ондағысы, дәулет бұл сұмдықты білмей өссінші деген ойы болатын. Сөйтіп Айтуған анасының бауырлары тұратын оңтүстік жаққа қоныс аударған болатын. Соңғы кезде жүрек тұсы шаншып, маза бермей, жиі қинап жүргені, ауруханаға да жатып шыққан еді. Емдеуші дәрігері Самат Сәрсенович, жігітім, санаторийға барып салқын ауа жұтып демалғаның дұрыс болар деп, осы санаторийға жолдаманы алып берген. Міне аға, менің басымнан өткен оқиғаны сізбен бөлісіп отырмын. Кімге айтарымды білмей, жанымды жегідей жеген еді. Шамалы жеңілдеп қалғандаймын аға, деген Айтуған екі көзі жасқа толып. Қалың ойда жігіттің әңгімесін тыңдап отырған мен терең күрсініп ойланып қалдым. Бауырым, сен өмірден тарықпа, әлі жассың ғой деп басу айттым. Аға, мені кешіріңіз өз сырымды өзгеге жайғаныма. Бірақ сізді тура туған ағамдай көріп кеттім, деп Айтуған мені құшақтап, бір жеңілдеп қалғандай болды. Осы әңгімеден кейін ұзақ ойланып, өз ойымды Айтуғанға айтуға асықтым. Айтуған бауырым, сен жалғыз болсаң, мен де жалғыз жігітпін. Тәуба, қазір немере жиендеріммен жалғыздығымды ұмыттым. Менің де қолымда 90-ға келіп қалған анам бар. Әкем менің 20 жасымда ауырып өмірден өтті. Сен екеуміздің осы санаторийда жолығуымыз жайдан жай емес.
бір алланың жазуы болар. Қаласаң туған бауырымдай бол деп Айтуғанды кеудеме қысып тұрып, бауырымсың енді, сен де мен де жалғыз емеспіз деген едім. Санаторийдегі бір айда зырлап өте шықты. Екеуміз қимай қоштасқан болатынбыз. Көп ұзамай Қызылордаға барып, Айтуғанның анасын, ұлы Дәулетті Қарағандыға көшіріп алдым. Үйімнің алдындағы 3 бөлмелі жазда отыратын үйім бар болатын. Сонда әкеп қоныстандырдым бауырымды. Маңайдағы көрші қолаң, туған туысты қонаққа шақырып, бауырым Айтуғанмен таныстырдым. Кейіннен Дәулетті Қарағандыдағы политехникалық университетке оқуға түсірдім. Айтуғанды алыс ағайыным Байжұманың қызы Айгерімге үйлендіріп, тойын да жасап, елді шақырып батасын алдым. Айгерім өте әдепті, пысық келін болды. Жақында өмірге қуаныш атты ұл әкелді. Ал бүгінде ержетіп қалған Дәулет анасы Айгерімді өте жақсы көреді. Өмірі алаңсыз өтіп жатыр. Сарыарқаның жанға жайлы салқын желі, қасиетті жері Айтуғанның ауырына шипа болғаныма жүрегі мазаламайтын болды. Екі кейуана Айтуғанның анасы Сәлима мен менің анам Бикен екеуі бір-бірінсіз шай ішпейді, бір-бірін бұрыннан танитын жандардай боп кетті. Өмірдегі адамдар арасындағы сыйластыққа не жетсін? Байлығың мен барлығың оның қасында түкке тұрмас. Жетім көрсең жебей жүр деген екен аталарымыз. Кең болсаң кем болмайсың. Біз енді екі ағайындымыз.